Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін керемет болып шығатын донердің рецептімен бөлісемін. Достар, менің арнама тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге қосатын заттарымыз, яғни майонез, кетчуп, картошкамды осылай тазалап жуып, соломкаға турап алдым. 2 помидор, 2 дана қияр және де тауық төс еті қажет болады. Ең алдымен біз картошкаларымызды құрғақ сүлгімізде суынан сорғытып алатын боламыз. Осылай үстінен басып кептіріп аламыз. Ендігі кезекте майымызды қуырып аламыз жақсылап. Осы қалған майымызға тауықтарымызды бірінші төс етімізді, дәмдеуіштерімізді қосып, қара бұрышымызды қосып, кішкене дайындап аламыз. Фрилеріміз қуырғанша. Мына жерде менде тауыққа арналған дәмдеуіш және де қара бұрыш. Осылай дайындап қоямыз. Картошкаларымыз қуырылып біткеннен кейін осы төс етін қуырып алатын боламыз. Кішкене аздап тұз саласыздар. Дәмдеуіштің де тұзы болады арасында. Осылай араластырып қоясыздар. Бір 10-15 минут тұрған жақсы. Енді жаңағы емізге қызып тұрған майымызға төс етінде қуырып алатын боламыз. Екі бетін жақсылап. Осы дайындап алған заттарымыздың барлығын соломкаға тураймыз. Дәл осылай майонез бен кетчупымызды арнайы бір ыдысқа дайындап аламыз. Мен бұл жерде лаваштың қамырын өз қолыммен дайындадым. Келесі видеода мен сіздермен осы лаваштың рецептімен бөлісетін боламын. Барлығын осылай майонезді жағып, орналастырып шығатын боласыздар. Огурцы, помидорымызды салып, небәрі 4 қана заттан тұратын өте дәмді донер жасап, үй жағдайында жасап жесеңіздер болады. Осылай қызып тұрған табамызға екі бетін аудара отырып, бұл табаға қоятын себебіміз хрустящий болып, қамырымыз, лавашымыз бұл өзгеше дәм беретін болады. Мінекей достар, менде өте керемет осылай тез дайындалатын донер дайын болды. Сіздер де жасап кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Қазақша контентті қолдап, каналымның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Сау болыңыздар.